Хаким Абайдың есімі әрқашан қазақ халқымен қатар айтылады. Біз Абайды ұлықтау арқылы жас ұрпақтың бойына ұлттық рух дарытамыз. Абай арқылы елімізді әлемге паш етеміз. Қалалық сотта Абай қазақ ұлтының білгірі тақырыбында Абай оқулары басталды. Осы орайда сіздерге Абайдың бас ақын ғана емес, сонымен қатар көп елде болған және қара мола билеушісін жазған айтқым келеді. Birincisi janға бас еңбектер дейді, екіншісі тәнге бас еңбектер дейді, үшіншісі жанға да тәнге де қатысы жоқ сырт еңбектер дейді. Бұны Абайда айтқан 7-ші қара сөзінде. Бала келгенде екі түрлі мінезде туады дейді. Ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұл тән құлары. Екіншісі көрсем, білсем, білсем деп туады. Бұл жан құлары дейді. Осыны Аристотель айтып отыр. Сонда Абай айтқан әңгіме Аристотель айтқан әңгіме адамзатқа ортақ абсолютті ақиқат болғаны ғой. Бұл Абай оқуларына сот қызметкерлерімен қатар заңгерлер, тарихшылар, қоғам қайраткерлері, мынау зиялы қауым өкілдері қатысып отыр. Бұл шарада біз енді бүгінгі таңда қазір өтіп жатқан, естіп жатқан баяндамаларда айтылып жатқаны, егер біз Абайды бұрын ақын, ойшыл, би ретінде білетін болсақ, оның бүгінгіндегі құқықтанушы ретіндегі тағы бір қырынан естіп жатырмыз. Қайрат, ақыл, жүрек. Үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, қолымға жүріпті. Осы үшеуі бір кісідей менің айтқанымдай табылсаңдар, табанның топырағы көзге сүртеліп, қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, таза қалпыңды сақта. Құдай тағала әрдайым қалпыңа қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті. Ұлт көшбасшысы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың заманалар ауысып, өнер идара өзгерсе де, халқымыздың Абайға көңілі айнымайды. Қайта уақыт өткен сайын, оның ұлы болғын тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға түседі деген болатын. Сондықтан ұлы Абай 19 ғасырда өмір сүргенін, өзі сол отаршылдық заманында өмір сүре отырып, халқымызды ғылым білімге шақырды. Өзінің философиялық ойлары арқылы қоғамның ашық сырларын ашып отырды. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын оны дойла. Соқтық балы соқпақсы жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым кінә қойма. Ішім толған өмені сыртымдырдей, мен келмеске кетермін түгіндірмей. Өлең шеркін өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын айта бермей. Абай атамыздың қазақ даласында дауларды, тартыстарды шешуге алатын орны ерекше. Сонымен қатар жесір дау қазақ қоғамында көп тараған даулардың бірі.
Қазақ салт дәстүрінде әдет ғұрып заңында құда болып құрмаласудан бастап қалмал, шымылдық байғазы, беташар, ақ батал жесір, ақ некелі әйел, әмеңгерлік сияқты ғұрыптар дау таласты шешу ретін баян еткен. Абай өзінің беделін білімін, әдет ғұрып заңдарына жетіктігін, би атағын, қуғын, зәбір көрген, азды көпті бас бостандығын тілеген қыз әйелдеріне көмекке жұмсаған. Ескі заманда қазақ залалсыз, қой секілді елет. Шайт десеңіз жусайтын, айт десеңіз өретін, адыраңдаған алысқа осындай елдің керегі. Бертін келе қазақ талансыз түйе секілді ел болды. Шөк десеңіз аңырап, тартыншақтай беретін. Тасыраңдаған талысқа мұндай ел шен мен шел болды. Ұлы Абай тек қана философ, композитор, ақын, ағартушы емес. Ол кісі үлкен бір елдің төбе биі болған. Және Қарамолла жерінде ереже қабылдап, қазақ ұлтының арасындағы дау-дамайларды шешуге үлкен үлес қосқан үлкен тұлға. Сондықтан сот салатының қызметкерлері тек қана іс қарауменен, сот билігін жүзеге асырумен емес, біз қоғамда болып жатқан, қоғамдағы құбылыстан шет қалмастан, осындай саяси іс-шаралардан да біз еш уақытта тыс қалған емеспіз. Міне бүгін оның дәлелі бүгінгі үлкен іс-шара деп ойлаймын.